өзен ағысының әр тұстары әр түрлі ағатыны сияқты адам ғұмыры да бір қалыпты бола бермейді. Адамның сәби кезі балалық шаққа ұқсамаса, жалындаған жастығы орда бұзар жастан тым өзгешелеу. Ал егде жасы қартаң тартқан кезге тіпті де ұқсамайды. Міне осылай адам ғұмыры алға ақырын жылжи бермек. Қызық, ер азаматтардың арқалар жүгі, әйел аналардың маңдайына жазылған жадудан өзгеше басқашалау. Ал қыз келіншектердің өмірдегі міндеті не деп ойлайсыздар? Олардың міндеті өмірге ұрпақ әкелу, дүниеге адам әкелу, жаңа өмір әкелу. Қандай мәртебе! Міне әйел бақыты дегеніміз осы. Осындай бақытты әйелдің бірі 14 шөбере мен 20 немеренің сүйікті әжесі Мержамал Саримова. Семьяда енді мен өз әкемде бірақ жалғыз қыз болды. Балалар туыпты, ол кезде бұрынғы уақытта балалар өле береді дейді. Әйтеуір мен өлмей қалыппын ғой сонда. Сол жалғыз қыз болдым біреудің. Сол енді өстік әйтеуір сөйтіп. Ол кезде свет жоқ, радио жоқ, лампа жағып. Сел-себет бар, 12 шақырым. Содан пошта тасиды жаяу әйелдер. Қалған азаматтар соғысқа кетті. Ауылда сол кәрі ортаң, жас балалар қалған. Содан поштаны таңертең бір кешке бір жаяу барып алып келеді ана. Неден? Лампа жағып отырамыз. Содан енді бізді не істейді? Комсомолдарды айдап бар. Тракторға енді. Егін салу керек. Тракторға жұмсады бізді. Тракторды істедік. Егін салдық. О кезде колесный деген трактор бар, Сталинс. Комбайн да соларға. Сталинс деген осындай емес. Универсал деген трактор болды. Соларды трактор жүргізіп егін салып өзіміз қадар қалымызша. Сол біз шамалы 23-ші жылғымын ғой. Сол шамалы қыздар, сол шамалы ұлдар. Бәрі де сол мектептен шығып, бәрі сондай жұмысқа кірісті. Негізі Шарбақты ауданының тумасы екенін Мержамал апай мақтан етеді. Өмірінің балалық шағы, жастығы, ес біліп етек жинаған кезеңі, осы өңірде өткенін бәрін жіпке тізіп айтып бергеніне бізде куә болдық. Жастығы тура сұрапыл соғыс жылдарына тап келсе де, жалынды кезеңін асқан бір тебіреніспен әңгімелегеніне таң қалмасқа болмайтындай. Ол кезденде ақша бермейді еңбекке. Тұрдыдан жазады. Сосын әлгі салған егінімізден бізге астық береді. Бидай береме, тары береме. Жанымызда бір сылау көрт деген бір көрт бар. Оны соған апарып сатамыз. О кезде тиырмен жоқ. Қол тиырмен, қолдан істеген тиырмен. Сол қол тиырменген тартып, әйтеуір тамақ ауылдағыдар күн көреді. Сосын сол күзді күні 44-ші жылы 42-де болды, 43-те енді астық алғасын. 44-ші жылы сол Славгородқа бардық. Барып әлгі астығымды сатып, сөйтіп, ақшағып жүріп, бір түсіп отырған пәтер үйімді бір кісілер келіп отыр екен. Сол айтты, туған шешемнің ағасы бар да, Шықамыз дейтін жерде. Соны айтты. Сосын енді әлгі үйдің иесі айтты. Сен туған ағасың емес бі, барып қайтсайшы сол жаққа деді. Солармен мініп о кезде ат, мәшине дегенді білмейді жүрді о кезде. Атпен жүргеннің өзін бір мәшинемен жүргендей көреді. Өгіз жегеді о кезде.
көрген күн немене, өткен күнде белгі жоқ. Сосын енді мен нағашыма барайын деп, Үшқамыс деген жерге келдім. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды деген емес пе? Елдің есін шығарған зұлмат соғыс аяқталар уақыт жақындағанда, Шарбақты елді мекеніндегі ер азаматтың орнында күн демей, түн демей еңбек етіп жүрген қыз-келіншектер, майданнан елге аман есен оралып жатқан жауынгерлер арасында өздерінің жарлары бар екенін білмеген еді. Міне, 1944 жылы майданнан жаралы болып елге оралған Тұрсынбай деген азаматпен Мержамал апамыз көңіл қосқан еді. Небәрі 17 жасар қыз бөтен отбасына келін болып келіп, сол жылдар салған ауыртпалықты бірге көтеріскені екінің бірінің қолынан келе бермейді. Атамның үнемі кешке қарай сиыр сауып отырғанын көретінмін де, мына кісі неге сиырды өзі сауады, қызық, үйіндегі әйелі қайда деп таңғалатынмын. Жастығым ғой, ол кісінің әйелі қайтыс болып көп баланы ер азамат басымен өзі тәрбиелеп жатқанын білмеппін. Ақыры ол кісі өзімнің қайынатам болды дейді күліп. Бала ашып қарап жүрсің, ол кезде раннайды, өзі таңырқайды жүрді. Қарасам сол үстінде кемнестеркесі бар, аяғында солдат етік, жағын байлаған бір ранный, әлгі сиыр сауған үйден шығып жүр. Сосын әлгі нағашымның әйелі айтты, ана әлгі шалдың баласы соғыстан келді, өқтігі бір аннай болды. Сосын сол үйде, нағашым үйінде жатып, әлгі атамыз сиыр сауған, бұрын олар біздің әкемізбен көрші тұрыпты, бір жерде. Содан кейін әлгі шал сиыр сауып жүрген. Нағашыма келеді ғой. Мынау менің міне туған жиенім деп ойбай, мен бұны білем ғой. Әкесін білем, шешесін білем бұның. Баяғыда бәлендей жерде бірге тұрғамыз, сыйлас болғамыз деп атам айтады. Сосын сол енді атам айтқаннан кейін атам ойлайды, апырмайды. Осы мынаның әлгі әкесін шешесін көріп қызын ал деп шет, осының шешесі жақсы кісет, осыны балама әперсем қайтеді екен деп әлгі атам ойлайды екен енді. Содан енді ана әл баласына айтады ғой, мынау нағашымның аты Ошанда, мынау Ошанның үйіне бір қыз кеп жатыр, сен барып соны көрсейші. Мен басам міне сиыр сауып сөйтіп жүріп, сен ұнатсаң соған үйленсейш, біз енді міне ылғи, олар 7-8 екен өзі, жас бала отырамыз ба, бізге шай қайнатып беріп, сиырымыз сауып берсе болды ғой деп, баласын айтып. Содан бір күні жолдың мына жағында нағашым, мына жағында әлгі солардың үйі. Келіп, кіріп шығып, келіп, қайта-қайта келіп, нағашымның бір қызы бар еді, соны көтеріп ойнап, сөйтіп жүрді. Сосын Құдайдың жазуы, ұзын сөздің қысқасы, сол үйлендік. Ол кезде кино жоқ, киноға баратын, дүржит етіп, қадыратын жоқ. Есіктің алдына көгел қашып, үйдің сыртына шығып сөйлесіп, ортыншы. Келісіп, қол ұстасып үйлендік 44-ші жылы. Ана болу бақыты бұйырған Мержамал апай бүгінде 80-нің сеңгіріне шыққан ардақты әже болса да, ұрпақ жалғастыра жолы Мәди Тұрсынбайын өзге балаларынан ерекше көреді. Көз қуанышы баласының ата-ана үмітін ақтағанына да дән риза екендігін көзінен көруге болады. Баласы да анасы десе шішкен асын жерге қояды. Шешеміз енді қарапайым адам, ұлы атамыздың қолында болып, келін болып түсіп, тәрбие көрген, сол тәрбиені бізге берді. Әр ана өз баласын сүйдебен солай ақыл айтатын шығар. Адал бол, әділет бол. Ешкімге қолыңнан келсе, түгеліне көмек көрсет, ешкімге жамандық жасама, туған туысқанды
сыйлап, үлкендерге енді не болып, кішілеріне аға болып, сондай үйреткен ақылмен, сондай үйреткен тәрбиесімен өстік. Анамыз енді бәлем бала тәрбиелеп өсіріп, соның біреуімен бәріміз сол кісінің тәрбиесін көрген. Енді Құдайға шүкір 5 ағайынымыз ғой енді. Апаларым, қарындастарым бар. Бір осы жасқа келгенше сендеп бір-бірімізге ренжігеміз жоқпыз. Ол да біздің шешеміздің үйреткен тәрбиесі шығар. Сондықтан енді әр ана не жақсылыққа үйретеді, соны бізге де біздің анамыз балаларына сол ақыл беріп, сол тәрбиемен өскенбіз. Жолдасымызды айтсақ, жаңағы анамыздың енді келін айтсақ, 26 жыл болды, бірге тұрамыз, қолымызда шешеміз. Ал өз балаларымыз енді үйдегі келін күтіп отыр. 26 жыл деген ол да әжептәуір жыл ғой. Балаларымызға берген тәрбиені айтсақ, енді ұяда не көрдік, ұшқанда соны істейді дейді. Білгенімізше бізді балаларымызға сол ақылды айтып, жақсы болсын деп, тең құрбының алды осындай бар. Әрқашанда елден, көштен қалмай, ел қатарында жүрсін, сыйлы болсын деп, сүйдеп, балаларымызға сондай тәрбие беріп үйретеміз, білгенімізше. Құдайға шүкір, енді айтқан шығар жаңа апамыз. Үлкен баламыз енді шетелден оқу бітіріп келді, шетел компаниясында мұнайын істеп жатыр. Қызымыз да кемепті бітіріп, сол нефтяной компанияда қызмет жасап жатыр. Тағы бір кішкентайымыз бар қолымызда. Соларға берген тәрбиеміз енді шешемізден, әкемізден көргенімізді. Әкеміз енді ерте кетті, шеше айтып кетті ғой. Ол кісі де енді сондай бір жақсы адам. Бір кезде ұлы атамыз, дедушкамыз балаларын сынағанда менің әкемді айтып, үстіндегі көйлегін шешіп беретін балам деп. Сол сияқты біз де сондаймыз ғой деймін, балаларымыз да сондай бір жомарт, алақан, ашық, кең адам, кең балалар. Ертеректе ақсақал, балам, бақыттың кілті өзіңнің қолыңда. Сол бақытты тауып маған алып келші деп өтінеді. Бақытты болуда армандаған баласы, бақытын олай да іздейді, бұлай да іздейді, аяғынан таусылады, таба алмайды. Содан шаршап қалжыраған баласы әкесіне келіп, ата, сіз бақыт оңай деп айтып едіңіз, бақытымды таба алмадым, енді сіз көмектесіңізші дейді. Сонда ақсақал, әй баламай, бақыттың кілті анаңның аяғының астында ғой деп жауап берген екен. Жігіт ойланып қалады. Міне, кез келген баланың болашағының жарқын болуы, өмірінің жолының түзуде жарқын болуы, кедергісіз жақсылыққа жетуі, өз анасын әлпештеп аялағанынан екенін кейде өмірдің қарбаласымен жүріп байқамай қаламыз. Жаңа өздеріңіз естідіңіздер, 22 жасында қандай семьяға тап болғанын, бірыңғай жетім балалардың ортасына түсіп, солардың өзі келгендегі 3 жастағы қайынсіңлісі қазір 64-те. Сол кезде соның бәріне шыдап, соның бәрін өсіріп, жалғыз өзінің туған қайнылары мен қайынсіңлілері емес, біздің айналада кішкене жетім балалардың бәрін мен есімді білетінім, бәрі менің әкем мен шешемнің қолында болды. Бір дастарханнан тамақ ішіп, біздің енді жас кезіміз ертеректе болды ғой, енді сондай қазірғыдай тұрмыс жоқ онда. Бірақ та
бәрі де біздің үйде оқып, бір дастарханнан тамақ ішіп, қазір бәрі өзінің анасы есебінде есептейді осы кісіні. Анамыз деп есептейді. Енді кейбірі бар, кейбірі жоқ. Сонда ойлаймын, бұл кісінің не деген пейілі кең, не деген дастарханы жиналмайтын, не деген ниеті кең адам деп. Ана көрген тон тігер, әке көрген оқ жонар деген емес пе? Тәлімді әке шешеден тәрбие алған Саримовтар отбасындағы балалардың бәрі шетінен үлкенді сыйлап, алдынан кесетпейтінін кімге де үлгі өнеге. 4 қыздың ішінде ерке өскен жалғыз ер бала менмін демей, мәкең еңбек сүйгіштігімен ерекшеленгенін анасы мақтан етеді. Ал апа қарындастары бір-бірімен өте тату, ынтымақты болған. Олардың бәрі де бүгінде жоғары білімді мамандар. Қазіргі күнде ондай адамды кездестіру бар шығар енді. Бірақ жай өзімнің ойым, пікірім, ондай кісілердің елуде шалу ғой дейін, ондай кең болуы. Мына заманда. Ол кездегі заманмен мына заманды салыстыруға болмайды ғой. Қазір Құдайға шүкір бәрі бар ғой. Бірақ сол кездің өзінде әкеміз де, шешеміз де, ол кісілер де жас қой ол кезде. 30-ға да келген жоқ. Сондай өмір кешкен енді. Бірақ қазірде біз енді 83-ке келсе де 83-те деп айтпаймыз. Не жасаймыз, не қоямыз, бәрін ол кісіге есебімізді беріп отырмасақ, онша жақтырмай қалады. Бәрі істейтін шаруамыздың бәрін осы кісіге есеп беріп отыруымыз керек. Енді білмегендіктен емес, әйтеуір тек қана риза болып қалады, енді өзі сұрап, ақылдасып, апа бұлай ма, солай ма деп айтып жатсаң, риза болып қалады. Бізді қойы беріп, енді біздің менің үлкен апайым бар, Алматыда тұратын, өзімнен үлкен, биыл 60-ға келді. Соның 1-2 баласы, менің үлкен қызым, бәрі осы кісінің қолында болды 1-2 жыл. Ол кезде орысша оқымаса қиын болды ғой, сосын орысша оқысын деп осында жібердік. Енді олардың өздерінің қазір семьялары бар, балалары бар. Енді соның бәрін көріп отырған, енді сол пейіліне қарай Құдай өзіне беріп отырған шығар. Осыншама жасқа келіп, бір кезде бейнетін көрсе, қазір зейнетін көріп отыр деп ойлаймын. Жарық дүние ананың ақ сүтімен күннің нұрынан жаралған деген қанатты сөз бар. Түн ұйқысын 4 бөліп, тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай өсірген ананың ақ сүтін қалай ақтауға болады. Халық арасында Меккеге анаңды 3 рет жаяу арқалап апарсаң да, ақ сүтін ақтай алмайсың деген қағида бар. Бұл нені аңғартады? Бұл кез келген баланың өз анасын өмір бойы әлпештеп, алақанға салып, құрметтесе ғана өзінің өмірде жолы болатынын меңзейді. Осындай бала бақытына бөленген ананың бірі және бірегейі Мержамал апай. Алпыс бір жыл отбасы болып, осы үйде ана болып, бала өсіріп, ұл туып, қыз туып, немерелі болып, шөберелі болып, солай өмір сүрдік. Жаман өмір сүргеніміз жоқ. Ол енді арамысы көпке неткен жоқ, енді жазылды, бірақ өзі сол 9 ай госпитальде жатыпты, оқ тигесін. Сонда ол банктың оқуын оқып, финансовый бітіріпті. Госпитальде жатса да оқып. Содан келгесін, сол бухгалтер болды, районға бухгалтерға қойып еді. Атам марқұм қой, алыс жерде бұның тәрбиесі болмайды. Бухгалтер болып істеді, бастық болып істеді. Сөйтіп адам болып, семья құрып кеттік.
Өлі риза болмай тірі байымайды деген емес пе? Мержамал апайдың балалары әкелерінің аруағын ардақтап, өткен жылы дүрілдетіп ас бергені көрегендігі менемене. Дүниеден қайтқанына 30 жылдай болып қалған әке аруағын ардақтаған Саримовтар әулетінің түтіні түзу шығып отырғанына біздер куә болдық. Апамды енді мен сол 89 жылдан бастап, мәдем жолыс болған кезден бастап білем. Сол жылдары мен енді дәмдес болдық мәдем жолдасымен. Сол кезде апам сол уақыттан білем. Апамыз келген кезде өз ақылын айтып, біздің қал жағдайымыз сұрап атады. Жан жолдас болыңыздар, жолдастық сонда ғана белгілі болады енді. Біріңнің қызығында, бірің ішінде болып, соның бір-біріне болысып жүріңдер деп сондай ақылдарын айтып отырады мәңгі келгенде. Енді өмір болғасын нешті жағдайлар болып тұрады. Кезде келмей қалғанда мені сұрап сол, Есай не келмей жатыр, неге болмады бұл кісендер шын жүректен ойлайтын шығар, біз ұрысып қалдық па әлде, арамыз келіспей қалдық па деп. Айтамын, адамның өзі адамгершілігі, адамның өзі ішкі құрылысы бір адамның бетінде тұрады ғой, келбетінде. Әр адамның өзінде шынында тұрады. Адамгершілігін келбетімен білуге болады. Сондықтан да апамның келбетінде ол кісінің адамгершілігі, данышпандығы, көп көргендігі. Жақында ғана Америкада оқып білім алып келген немересі Арман Мәдиұлының үй болғанын көрсем дейді әжеміз. Осы немеремнен шөбере сүйсем дейді. Міне осылай әулет жалғаса бермек. Кеше, бүгін, ертеңдерден тұратын тағдыр заңы, өмір заңы осылай. Әмейін деп, Алла құлын бата берем. Әмейін деп, қолың жай құлындарым ау. Жарылғасын бір құдай. Әмейін десең міне батам. Дарысын қызыр атам. Дарысын қызыр атам. Алла тағала дер тиесі. Ұлықман кәкім. Дендеріңе саулық берсін. Құлындарым, бастарыңа байлық берсін. Тілеген тілектерің қабыл болсын. Мақсаттарыңа жетіңдер. Тең құрбыларыңмен қатары болыңдар, сыйласыңдар. Құрбы құрдас, ағайын туыстарға қадірлі боп, барған жеріңе қызларым, бақытты болыңдар. Бақ береке, келін аяғынан, қойшты аяғынан деп, қыздарым барған жерлеріңе бақытты болды, иншалла. Тәуба, тәуба, тәуба деймін енді. Алла қабыл қылсын. Сол енді Алла көп. Бұл әлемде болсын қай жер, қай елде, басты құрмет бағышталған әйелге, ең алдымен ақшаштар дал анаға, думан дүние тірлігімен тәуелді.